Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге шайға арналған осындай дәмді болып шығатын бауырсақ тәріздес тоқашты дайындаймыз. Арнама қош келдіңіздер. Ыдысымызға комнаталы температурада тұрған айранымызды құйып, үстіне 4 ас қасық толмай қант саламыз. Жарты шай қасық ас содасын қосамыз. Жарты шай қасық тұз саламыз. 2 ас қасық өсімдік майын, 1 жұмыртқа қосамыз. Ванильный сахарды қосып жіберсеңіздер болады. Венчиктің көмегімен осылай жақсылап араластырып аламыз. 2-2,5 стакан ұнымызды ақырындап бөліп осылай елеуіштен өткізіп салып араластырып отырамыз. Барлық ұнымызды салып араластырып қатты елеп қоймаңыздар. Аз-аздан мөлшерде салып отырып, жұп-жұмсақ қамыр елеу керекпіз. Осылай барлық ұнымызды аз-аздан салып, жақсылап қолымызбен елеп аламыз да, одан кейін бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағат уақыт өткеннен кейін оқтаудың көмегімен нанымызды жайып шығамыз. Әркімге әрқалай жайып шықсаңыздар болады. Бауырсақтан сәл жұқалау қып жаюмен. Осылай жайып аламыз да, пышақтың көмегімен кесіп шығамыз. Нанымызды осылай кесіп дайындап алғаннан кейін, ортасынан осылай кесеміз де, екі жағына осылай кесіп дайындап шығамыз. Менде бұл нан жұмсақ жабысқақ болғандықтан, ұнды осылай сеуіп қойдым. Сол үннің үстіне жаңағы өзіміздің жасаған пышкиларымызды салып шығамыз. Негізі таза сүлгінің үстіне де салып шықсаңыздар болады. Енді қызып тұрған өсімдік майына осылай екі жағынан қызарғанша қуырып аламыз. Осылайша біздің жұп-жұмсақ таратушки дейміз, пышки дейміз, шайға арналған дәмді бауырсақ тәріздес тоқашымыз дайын болды. Егер видеом ұнап жатса, астына пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға астарыңыз дәмді болсын.